Ана тілдің қасиеті туралы қанша айтсақ та таусылмайды. Тіл қай елде, қай ұлтта болсын қастерлі, қасиетті, құдіретті ұғым. Тіл әрбір адамға ана сүтімен беріледі. Ана сүтімен бойға сіңген қасиеттер туған тілдің арқасында дамиды. Туған тілге деген құрмет пен сүйіспеншілік бала кезден басталады. Айналада адамдарға, отанға, өзіңнің өскен ортаңа деген ерекше сезім туған тіліңді білуден басталады. Тіл халықтың рухани, мәдени байлығының дамуының құралы. Адамның қолындағы барлық асыл заттарды тозады, жоғалады. Ал тіл еш уақытта тозбайтын ең қымбат құралдың бірі. Туған тылым бабам, тылы өз тылым, туған тылы анам, тылым өз тылым, туған тылым далам, тылы өз тылым, туған тылым адам, тылы өз тылым, туған тілді сірі, терең жыным бар, туған тілді әнім, менің сенім бар, туған тылым тыл, болудан қалса егер, жүргенді сауырып ақылындар. Ана тілін біліп қой, еркіндігін, теңдігін, ана тілін біліп қой, мақтанышын, елдігін, ана тілін арым бол, ятым бол, тұр бетте, өзге тілдің бәрін біл, өз тілінде құрметте.